Жіті ішек инфекцияларының бас көтеретін кезеңі жаз айлары. Мамандардың айтуынша, ауру көбіне гигиена талаптарын сақтамаудан туындайды. Биылғы жылдың 6 айында Қаратау ауданында ботулизмнің бір жағдайы тіркеліп, 3 адам ауырған. Ал Еңбекші ауданында жіті ішек инфекциясымен 14 науқас есепке алынған. Ауру жағдайлары көбіне тез дайындалатын тағам өнімдерінен болып отыр. Тез дайындалатын тағам желісі эпидемиялық мәні елеусіз объекті санатында болып, қызметін бастаған туралы хабарлама түсірмеген біздің басқармаға. Сондықтан біздің қызметін жүргізуге тыйым салу жөнінде жедел ден қою шарасы көрілді. Тергеп тексеру барысында ол бойынша қаулы шығарылды. Және жедел ден қою шаралары бойынша нысан қызметін немесе жекелеген қызмет түрлерін тоқтату туралы қаулы шығарылды. Және тергеп тексеру барысында анықталған санитариялық гигиеналық талаптардың бұзушылығы бойынша кәсіпкерге әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 425 бабының 1 бөлігі бойынша 160 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынды. Ағымдағы жылдың 6 айында жіті ішек инфекциясы мен жұқпалы аурулар ауруханасында 231 науқас емделген. Мамандардың айтуынша аурудың 49,3% тағам арқылы, ал 50,7% тұрмыстық қарым-қатынас кезінде жұққан. Жаз мезгілінде көп тұтынылатын қауын мен қарбыздан улану фактілері тіркелмеген. Дәрігерлер жіті ішек инфекциясын тағамнан уланумен шатастырмау керегін ескертеді. Бұл тек қана тағам арқылы емес, су арқылы, лас су арқылы, лас қол арқылы, әсіресе кішкентай балдар қолдан жумай тамақ жей салады, немесе қазір жаз айы жеміс жидектер, көкөністер өсіп тұр, жұлып жумай, немесе базардан әкеледі, жумай жегеннен де осындай жіті ішек инфекцияларына әкелу ықтимал. Және су арқылы да, мысалы кейде балдар ашық су көздеріне шомылу барысында су жұтып қоюы мүмкін, және осындай жағдайларда осы жіті ішек инфекциясын алып келуі мүмкін. Соңғы күндері Шымкент қаласында 500-ден астам адам тамақтан уланды деген ақпарат шындыққа жанаспайды. Мамандардың айтуынша мұндай жағдай тіркелмеген. Сондай-ақ жіті ішек инфекциясы мен тағамнан уланудың ара жігін ажырата білу қажет.